Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын сауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Маралдыда жиналған халық қатысудан бас тартқан қоғамдық тыңдауды әкімдік өтті деп таныды. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылында 19 желтоқсанда жүздеген адам жиналып, қоғамдық тыңдауға қатысуды үзілді-кесілді бас тартты. Олар осылайша ауылда салынуы көзделген алтын өндіру фабрикасына қарсылық білдірді. 2023 жылы 19 желтоқсанда ауылда алтын өндіру фабрикасына байланысты қоғамдық тыңдау өтетінін естіп, жергілікті тұрғындар мәдениет үйіне жиналған. Алайда ауыл тұрғындары қоғамдық тыңдауға тек әкімдік пен компания өкілдері жиналып, өз-өздерімен тыңдау өткізді дейді. Маралды халқы далада тұр, барлығы өндіріске қарсы. Халық клубта өтіп жатқан тыңдауға кірген жоқ. Бірақ биылық өздері тыңдау жасап жатыр, ылғи бөтен адамдар, дейді ауылда түсірген видео бойынша түсінік берген Маралды тұрғыны. Видеомыз кейіннен тарап, қажетті жерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой пікірлерін жаза кетіңіз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.